Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7 сынып химия сабағының биологиялық химиялық қосылыстар бөлімі бойынша жиынтық бағалауды талдап өтетін боламыз. Арнаға бірінші жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнада өзге де сабақтардың БЖБ, ТЖБ нұсқалары бар. Ал БЖБ-ға келетін болсақ, оқу мақсаты кейбір минералдар мен пайдалы табиғи қосылыстардың кендерге жататынын білу, металды алу үшін кенді өңдеу үдерісін сипаттау, Қазақстан қандай минералды және табиғи ресурстармен бай екендігін және олардың кен орындарын білу, табиғи ресурстарды өндіру қоршаған ортаға әрекет әсерін зерделеу. Бірінші тапсырма: кен ұғымына анықтама беріңіз. Кен дегеніміз құрамында металдар мен олардың қосылыстары бар. Таза металдарды техникалық жолмен бөліп алуға болатын минералдар мен жыныстарды айтамыз. Екінші тапсырмада берілгені бойынша минералдар және олардың алынатын металдарды сәйкестендіріңіз. Яғни берілгені бойынша бізде минералдар мен металдар берілген. Бір-бірімен салыстыратын болсақ, мыстан біз малахитті аламыз, темірден біз перит пен гематитті аламыз, натрийден біз галитті аламыз, алюминийден боксит бөлінеді балалар. Үшінші тапсырманың берілгені бойынша Қазақстанда көп көлемде өндіретін табиғи ресурсқа мысал келтіріп, оны өндіретін кен орнына атаңыз деген. Яғни елімізде бізде мыс, темір, мұнай, көмір көп көлемде өндіріледі. Осы өндіретін кен орындарын атап айтатын болсақ, темір кен орындары бізде солтүстік Қазақстан облысы, Соколев, Сарыбай, Лисаковта. Мұнай кен орындары бұл батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау. Алюминий кен орындары Қостанай облысы, Наурызым, Құсмұрын. Мыс кен орындары Жезқазған, Қоңырат, Саяқ өңірлерінде орналасқан. Төртінші тапсырма бойынша металды өндіру барысында оның қоршаған ортаға тигізетін әсерін сипаттаңыз. Шикізатты жағып өңдеу барысында атмосфераға иіс газы, күкірт газы, сынап, мышьяк, қорғасын сияқты қалдықтар бөлінеді. Бұл қалдықтар тыныс алу жолдары арқылы адам ағзасына, қышқыл жаңбыры арқылы топыраққа және соларға араласып зиян келтіреді. Металлургияда қолданылған сулар әртүрлі қоспалармен қанығады. Осы сарқынды суларды су қоймаларына төгер алдында, яғни тазартылмайды, жер үсті, жер асты суларын және топырақтарды ластайды. Міне балалар, БЖБ-да берілген 4 тапсырманы талдап аяқтадық. БЖБ-дан сіздерге жақсы нәтиже көрсетуге тілектеспін. Жақсы баға алыңыздар. Арнаға тіркеліп, басқа да сабақтардың БЖБ, ТЖБ нұсқаларын көрсеңіздер болады. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, комментарийға қалдырып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.